көп адамдар сұрайды да, сыртқы келбетте прям бақытты сияқтысың, қалай сенде күйзеліс, депрессия деген болмай ма дейді да. Менде болады әрине, күйзеліс болады, депрессия болады, кейде жұмысым жүрмей қалады, жұмыста бір какой-то проблемалар болады. Просто мен оның бәрін жеңіл қараймын да, жеңіл жүру керек деп ойлаймын. Енді оның бәрі біліммен келеді ғой. Адам жеңіл жүру керек. Өткенде бір шәкіртім айтып жатыр да, Инстаграмға шықпай қойғанда, личный блог істемей қойған. Неге? Өйткені бұрында мықты блогер болған. Қарасаң ананың менікінен көп подписчигі бар, менікінен көп просмотр бар, бәрі бар. Бірақ күйзеліс, депрессияға түсіп кеткен. Қазір біраз қиындықтар болады, жұмысында көп проблемалар бар. И сондықтан ол Инстаграмға шыға алмайды. Интернет желісіне шыға алмайды да, айтады, менде анда проблемалар көп, айта алмаймын дейді. Айтамын да, ол проблема ешкімге қызық емес. Сен оларды бүйтіп сыртқа сырып қой да. Қазір жеңіл жүріп үйрен. Айта бер, жақсы жақтарыңдай. Мен айтамын да, ара сияқты болса деймін да, ара тек балға барады, әдемі әсем гүлдерге, хош иістерге, тек сондай жерге барады ғой. Ара сияқты бол, жеңіл ұшып, жаңағыдай жақсы жерлерде жүре берсең, мына жақтағының бәрі ұмытылып, өзі орны реттеліп кетеді. Шыбын сияқты білесіздер, шыбын қайда жүреді? Ол сияқты жүрмеу керек та. Тем более интернет желісінде болғаннан кейін ара сияқты жеңіл жүріңіздер.